Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай кереметтей жұп-жұқа, жұмсақ әрі ажурный болып шығатын дәмді құймақтар пісіретін боламын. Өзім үйде осы рецептпен жиі жасайтын болғандықтан сіздермен бөліскім келіп отыр. Және құймақ бір жасағаннан шығады, дәмді болып піседі. Және видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасалу жолын көріңіздер. Бұл құймақты дайындау үшін алдымен жарылған жұмыртқаны ыдысқа саламыз. Оның үстіне шым-шым тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Және де бұл құймақтың рецептісін, құрамын видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Келесі сүтті қосамыз, араластырамыз. Одан кейін сұйық майды қосып араластырамыз. Келесі қантты салып ерігенше араластырамыз. Егерде тәттіні жақсы көрсеңіз, тәтті болғанын қаласаңыз, көбірек салып араластырып жасасаңыз болады. Және ас содасын қосып араластырамыз. Ас содасын қосқан кезде құймақтар тесік-тесік болып піседі. Одан кейін қайнаған ыстық суды құямыз, осылай араластыра отырып, себебі жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті осылай араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, онды соңында електен өткізіп араластырамыз. Мен осылай екіге бөліп, електен өткізіп араластырдым. Барлығын жақсылап бір тегіс масса болғанша араластырамыз. Түйіршіктер қалып қалмас үшін осылай жақсылап араластырамыз. Оның барлығын бір уақытта електен өткізіп, қосып араластырсаңыз болады. Оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Барлығын осылай електен өткізіп араластырып болған соң, пісіретін боламын. Мінекей көргендеріңізде құймақтың қамыры қатты сұйық, қатты қоюда болмайтын сұйық шығады. Құймақты пісірмес бұрын осылай табаға сұйық майды жағып, қыздырып алған соң пісіреміз. Қызып тұрған табаға құймақтың қамырын бір ожаудан құйғаннан кейін осылай бетіне тесік-тесік болып шығады және қамырдың беті кебе бастайды. Сол кезде екінші бетін аударып, қызартып пісіріп аласыздар. Келесі құймақты да дәл осылай пісіріп аласыз. Және де құймақты алатын кезде алдымен бірінші құймақтың шетінен лопаткамен жайлап ашып аласыз да, одан кейін лопаткамен аударып аласыз. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Және достар, дәл осы рецептпен өлшеп жасайтын болсаңыз, міндетті түрде осындай әдемі құймақ болып шығады. Және өзіңіз қалаған кез келген начинканы салып жей берсеңіз болады. Видеода көргендеріңізде құймақ табаға жабыспайды, өте әдемі болып пісіп жатыр. Үйдегілеріңізге қамыры тез дайын болатын, тез пісетін, көп уақытыңызды алмайды. Таңғы асқа немесе түскі асқа осылай жасап берсеңіз болады. Және де достар, осы құймақ рецептісі сізге ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Осымен біздің құймақтарымыз дайын, өте әдемі ажурный болып шықты. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.